Алдиярдың арман мұнарасы. Баяғыда 4 жаста Алдияр деген бала өмір сүріпті. Кішкентай кезінен ол қарапайым нәрселерге әуестенді, олардан ерекше нәрсені жасауды білді. Алдиярдың ерекше дарыны бар еді, ол қарапайым заттарды таңғажайып туындыларға айналдыратын. Бір күні үйді аралап жүріп, ашық түсті кесе толы үлкен себетке тап болды. Олардың бәрі кемпір қосақтың түстері болды. Қызыл, көк, жасыл, сары, тіпті күлгін. Олар оны шытырман оқиғаға шақырғандай. Алдияр ойлады да, кенет, ең биік мұнараны осы кеселерден тұрғызсам ше, деп шешті. Ол иығын түзеп, бөлменің ортасындағы кілемшеге тұрып, қоржыннан бірінші кеседі суырып алып, еденге қойды. Кесе ашық қызыл болды. Олардың ішіндегі ең үлкені және өте тұрақты көрінді. Бұл менің негізім болады, деп ойлады Алдияр. Ол бірінші кесені қойғанда мақтаныш сезімін сезінді. Енді мен ертегідегідей мұнара саламын, деп сыбырлады ол өзіне. Содан кейін қызылдан сәл кішірек көк түсті келесі кесені алып, біріншісінің үстіне абайлап қойды. Мұнара теңселді, бірақ тұрды. Алдияр оған тынысы тарылып, тостаған түспеген соң қуанып күлді. «Ура! Бұл жұмыс деді», деп айғайлады. Бірақ бұл оның жолындағы алғашқы қадамы ғана еді. Мұнара биіктей берді. Алдияр шынаяқтарды абайлап қоюға тырысты, бірақ ол көп ұзамай шынаяқтарды бірінің үстіне бірін жинап қойсаң, олар тербеле бастайтынын түсінді. Егер мен мұнараның биік болуын қаласам, оны қандайда бір жолмен нығайту керек деп ойлады ол. Алдияр кеселердің ретін бірнеше рет өзгертіп көрді, үлкендерін төменге, кішілерін жоғарыға қойды. Әйтсе де, әрбір талпынысы сәл тұрақсыз болып көрінді де, басқа жолды іздей бастады. Ол еденге отырып, әр кесені мұқият қарап шықты. Алдияр кейбір шынаяқтардың түбі кеңірек болса, кейбірінің түбі тар екенін байқады. Мұнараны тұрақтырақ ету үшін шынаяқтарды ауыстырсам ше, деп ойлады ол. Ол шынаяқтарды жаңа жолмен орналастыра бастады. Кенеттен бәрі ойдағыдай болды. Мұнара күшейе түсті және бұл оны әрі қарай жалғастыруға шабыттандырды. Осы кезде Алдияр өз биігіне жетіп қалғанда бөлмеге сіңлісі Айгүл кіріп келді. Ол небәрі 2 жаста еді. Ол ағасының салып жатқанына таңдана қарады. Алдияр, көмектесе аламын ба? Деп сұрады ол қолын шапалақтап. Алдияр бір сәт ойланып қалды. Ол Айгүлдің әлі кішкентай екенін және оның мұнарасын абайсызда құлатып алатынын білді. Бірақ кейін күлімсіреп, әрине, Айгүл, келесі кесені таңдайсың ба? Айгүл қуанып басын изеді де, қоржынды мұқият қарап шығып, ашық жасыл тостағанды таңдады. Ол оны ағасына берді, ал Алдияр оны мұнараның үстіне абайлап қойды. Мұнара шайқалмады. Өзінің таңдауы мұнараның одан сайын биіктей түсуіне септігін тигізгеніне риза болған Айгүл алақандарын соқты. Әрбір жаңа деңгеймен олар бірге келесі кесе таңдады. Содан кейін ол, мұнара Алдиярдың өзінен биік болғанша. Кенет ол мұнараның биікке көтерілгені сонша, оның шыңына жету қиынға соққанын түсінді. Айгүл, сенің қолыңнан келеді, дегендей күлімсіреп қарады. Сонда Алдияр құрылысты жалғастырғысы келсе, жаңа жоспар құру керектігін түсінді. Ол мұнараны бүйірден қарау үшін артқа шегінді және оның шкафтың ортасына жақындап қалғанын түсінді. Оған бір идея келді. Егер мен кішкене нәжісте тұрсам, мен шыңға жете аламын, деп ойлады ол. Ол шкафқа барып кішкентай, бірақ берік табуретканы алып, мұнараның жанына қойды. Жаңа жоспармен, сеніммен жұмысын жалғастырды. Тостаған сайын мұнара биіктей берді.
Алдияр ең биік мұнараны тұрғыздым дейтін сәтті асыға күтті. Бірақ ол өз жобасын аяқтауға жақын болған кезде, ол ең қорқатын нәрсе болды. Мұнараның басына тағы бір тостағанды қойып жатқанда, Айгүл байқамай шынтағын итеріп жіберді. Мұнара тербеліп, бірнеше шынаяқ қатты дыбыспен құлады. Алдияр қатып қалды. Құлаған кеселерге қарап көзінен жас ағып жатқанын сезді. Қанша күш, енді мұнара қирады. Мұны көрген Айгүлде ренжіп, кешіріңіз, Алдияр деп үнсіз сөйлеп, ағасын ренжіткенін түсініп, басын төмен түсірді. Бірақ Алдияр кенет күлді. Ештеңе емес, Айгүл, бұл оны одан сайын күшейтуге тамаша мүмкіндік екенін түсіндім. Ол әпкесін құшақтап, мұнараны қалпына келтіруге кірісті. Бұл жолы оны қалай нығайту керектігі туралы бұрыннан білетінін ескерді. Енді тәжірибесі бар, Алдияр жаңа мұнара салуға кірісті. Ол қай шынаяқтарды астыңғы жағына қоюға жақсырақ, қайсысы үстіңгі жағына сәйкес келетінін анықтады. Ол әр кесені мұқият таңдап, оны барынша дәлдікпен орналастыруға тырысты. Айгүл оған тостағандарды беріп көмектесті. Тіпті мұнараның негізін нығайту үшін текшелерді пайдалануды ұсынды. Алдияр бұл керемет идея деп ойлады. Мұнара биіктікке жеткенде, ол қайтадан нәжісті алды. Ол мұнараға тиіп кетпеу үшін сақтықпен көтерілді. Үстіне қойылған әрбір тостаған оларға кішкентай жетістік сияқты көрінді. Алдияр ақыры соңғы тостағанды қойғанда артқа шегініп, мұнараға мақтанышпен қарады. Оның бойы ол ойлағаннан да биік еді. Шығармашылық пен қуаныш сабағы. Бөлмеге Алдиярдың анасы кіріп, Алдияр, сен қандай әдемі мұнарасың, оны өзің жасадың ба? Алдияр мақтанышпен күліп, маған Айгүл көмектескен жоқ, деп жауап берді. Апасы күліп, ағасын құшақтап алды. Анам қасыма отырды да, сен өз қолыңмен бірдеңе салу әрқашан қызық. Ал сен өзіңнің жақсы көретін адамдарыңмен бірге салғанда шыдамдылық, шығармашылық танытып, қателіктерден сабақ аласың, бұл сіздің ең маңызды табысыңыз. Алдияр өз ісін мақтан тұтатын. Ол мұнараны салу оңай емес екенін түсінді, бірақ кез келген қиындық оны шыңдай түсті. Ол шынайы қуаныш бір нәрсені сүйіспеншілікпен істеп, басынан бастаудан қорықпағанда келетінін түсінді. Міне, содан бері Алдияр мұнаралардың шебері болды. Ол ғимараттарына жаңа идеялар тапқан сайын, Айгүл оның шығармашылық талпыныстарына көмектесу үшін әрдайым жақын болды.